Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте дәмді, жұмсақ, ауызда еритін сүзбелі печеньелер дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге творог қажет болады. Творогымыздың үстіне 3 ас қасық шекерімізді және қалауларыңызша 1 шай қасық ванильді қант салсаңыздар болады. 1 жұмыртқамызды және жұмсақ сары майымызды салып, вилкамыздың көмегімен барлығын бір келкі толықтай етіп араластырып шығатын боламыз. Енді осы қоспамыздың үстіне ұнымызды және жарты шай қасық қамыр қопсытқышымызды салып, қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дәл осылай жұп-жұмсақ қамыр дайын болды. Енді осы дайын болған қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа салатын боламыз. Қолымызға жабыспайды. Ішіне салатын салмамызды дайындайтын боламыз. Бұған қою варенье немесе джем, сгущенный варенье қоссаңыздар да болады. Вареньелерді блендердің көмегімен езіп алдым. Енді қамырымызды алып, дәл осындай жұмсақ болып өз қалпын сақтайды. Жұп-жұқа етіп, оқтауымыздың көмегімен жайып алатын боламыз. Видеодағыдай оқтаудың көмегімен жайып, керек емес жерлерін қиып алып тастайтын боламыз. Қиып алған жерлерімізді біз барлығын біріктіріп, тағы да печеньелер дайындайтын боламыз. Барлығын осылай дайындап алғаннан кейін, қамырымыздың ортасынан бөліп және шеттерінен дәл осылай бөліктерге бөлетін боламыз. Алған қою вареньемізді немесе джем кез келгенін дәл осылай видеодағыдай қамырымыздың ортасына салып, орап шығатын боламыз. Екі шетін ішке қарай қайырып, қолыңыздың көмегімен басып, орасаңыздар, вареньелеріміз шықпайтын болады. Құрметті оқырмандар, қазақша контентті қолдап, маған пікір қалдырып, лайк басып, подписация етуді ұмытпаңыздар. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Барлығының көңілінен шығатын өте дәмді печенье болып шығады. Барлығын осылай дайындап алғаннан кейін табамызға салып, қызып тұрған 170 градус пешімізге 15-20 минут қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Ыстықтай алып сіздерге көрсетіп отырмын. Шамалы салқындағаннан кейін ашсаңыздар, өте әдемі болып шығады. Осылай біздің сүзбелі печеньелеріміз, творожный печеньелеріміз дайын болды. Дәмі өте керемет. Бестік шайға, таңғы шайға немесе кез келген дастарханға ұсынсаңыздар болады. Барлығынан көңілінен шығатын печенье. Дәл осы печеньелеріміздің үстіне қант ұнтағын сеуіп, дастарханға ұсынатын боламыз. Осымен біздің сүзбелі печеньелерімізді дастарханға қойып, шайға ұсынатын боламыз. Барлығының көңілінен шығатын керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер.